Oyundun komissары Нұрсұлтан Қадырбеков Ош шары. Бүгін Алимардан Байназаровтың шықырығы жаңарып, топты Ошму командасы ойынға қошып берді. Ақ киім башқа матч тұрдысыдағы бүгін. Бүгінгі беттешті өткөріп жүйрет, емні деген соққу 70-ші номырдағы Никита Пикус. Абдуфатта Фазилжанов төшіменен қарап басты берді. Жооп Чаул Ошмуда өніктешкі пас. Жана Чаулана деміне деген алсыз соққу Ошмудан. Чаул тоқты елек. Жалпы 10 турдан 3 қана жеңіш, қалғандары жеңілі олды. Аларда ұпай. Охо, Ошму. Жақшы ұзат беру менен Чаулға шықты. Сайдумархан Садиқов телеке қаршы топқа жетпей қалды. Танимовадан. Танимова бір ғана Чаул емес. Мына ушундай плеймейкер. Өзбекстандық легионер екінші қатқа шығарып беру. Жана соққы гол! Есеп ачылды. Жаңы ғана Асылбек Айсаровты мақтағым келіп жатқан. Қорғаушылар ойыншыны қарайым деп топты көрбей қалды. Бұттың ичи менен эле оңой соққыны тепти жана есепти 1-0-га алмаштырды. Айсаровтан өтө керемет пас қорғаушыларға наразычылык, қорғаушылар арасында наразычылык жаралууда. 5-ші так болгон жок. Дагы бир оң флангтан киргизип берүү. Сайдумархан Садиқов, Касыпбек Акималиев. Бут менен эркин ойнодо жана Акималиев эркин эмес, сүрдөп кетти. Танимова Чаулда соққу бул рет кайтарды. Аягына чейин күрөштү. Касыпбек Акималиев ойлонгон чейин мына мектеп бутун таштаган, дарбаза устун сактап калды адашпа. Күчү менен чуркап бараткан. Соққу, дарбаза устуну. Көзөмөргө. Алуда жана пенальти. Топ қолға тиіп қалды. Алимардан Байназаров өз учурунда реакция кылды. Масловскийден Алимардан Байназаров шықырын жаңыртты. Ахматалиевтен соққу. Есеп 1-1. Тоқтоғыл командасы есепті теңдеді. Ахматалиев салқынғандылық менен ғана атандаштың оң тарауына қарай соққысын ұзатып команда үшін кезекте голын жаратуда. Максим Высоцкий қайра Садиқовқа. Садиқов өнөктөшкө калтырып берди. Танимовада соққу. Бастан Талантбеков бутун арасынан өткөрүп жиберген эле. Офсайд деп балады калыс. Бул эпизодто эмес, менимче Талантбеков бутун арасынан өткөрүп. Баевда өтө керемет кирип баруу, өнөктөш бар. Соққу жолдогу, соққу! Коргоочу өзүн тосуп калууда. Искусство болду. Телеке каршы оңдо өнөктөш бар экен. Катандаштын арасынан алды жана соққу узатууда, коргоочуга тийип кайтууда. Айсаровтан соққу жакынкы бурчка Стрейстар. Беттеш бар алга. Бишкек Ситиге каршы ойнойт. Токтогул эсепти өзгөрттү. Молда Жуносов стандарттык алды. Ийгиликтүү пайдаланып кетти. Бурчтан көтөрүп берүү. Соққу андан чыккан топты Элдар Молда Жуносов коштоп кетип эсептен Токтогулду алдыга чыгарып кетүүдө. Бактыбек уулу жолдогон экен эле. Дарбазачы Максим Высоцкий кайтаргандан кийин Элдар Молда Жуносов, Алимардан Байназаров да болду. Айсаровтан соққу жана рикошет. Дарбазага. Офсайд жок экен эле. Балким алдоо аракет оюндарын мен баяндаганда ал балким карьерасынын пигинде эле
Бүгүн анча эместей. Үстүнкү пас Сидоров Танимовага жана эсеп теңделиш керек эле. Жок. Кайда тепти Танимова. Ворота жерде турат, ворота. Офсайд жок. Жана эркин гана акырын кошулду. жасоодо. Бул тепкен сокусу